Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге қаржылық істер бойынша заңгер, кредитный специалист және банкротный специалист курстарының авторы Гүлмира Қарасайқызы. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге көпшілік сұрап жүрген, первоначальный взнос сұрамайтын ипотека туралы айтамыз. Бұл тақырып сізге актуалды болса, міндетті түрде YouTube арнаға подписаться кнопкасын басыңыз және осы видеоға сразу лайк қойыңыз. Осылайша көптеген осы первоначальный взносым жоқ, бірақ баспана алғым келеді деген қазақтар осы видеоны көреді, мүмкін пайдасы тиіп қалар. Дәл қазір көпшілікте сұрақ туындап жатыр. Первоначальный взнос сұрамайтын ипотека бұл мемлекеттің программасы ма деген. Бірден жауап берейін, жоқ. Бұл жерде мемлекет вообще ни при чем. Яғни ойламаңыз, мемлекет қандай да бір субсидиямен сіздің первоначальный взносыңыз төлеп береді деп. Жоқ. Бұл мемлекеттік программа емес, бұл екінші деңгейдегі банктік программасы. Екінші деңгейдегі деген сөз сізге қиын болып кетті ма? Қараңыз, просто банк центр кредиттің өзінің шығарған собственный программасы. Мысалға банктерде әртүрлі кредиттер бар, кредитный карталар бар, ипотечный программалар бар. Дәл солай банк центр кредит мемлекеттің қатысынсыз өзі осындай программа ойлап тапты деп первоначальный взнос сізден мүлдем сұрамайды. Қанша жылға беріледі? Максималды 15 жылға ғана беріледі. Оны ескеріңіздер. Өйткені көпшілік ойлайды, енді барлық ипотекада жиі кездесетін 25 жыл деп үйреніп қалдық қой, ал мына жерде небәрі 15 жыл бар. Және сумма бұл жерде вообще ограничение почти жоқ деп айтуға болады. Өйткені қаласаңыз 100 миллионға дейін үй тапсаңыз алуға мүмкіндігіңіз бар. Әсіресе Алматыдан алатындарға бұл өте маңызды, себебі Алматыда кәдімгідей үйдің бағасы көтеріліп жатыр. Даже Черновоймен 100 миллионнан асып кетеді ғой, бір 3 бөлмелі алайын десең жақсы районнан. Окей, енді қараңыздар. Онда в чем подвох, я? Вот первоначальный взнос жоқ, в чем подвох? Тем более 100 миллионға дейін береді. Бұл орайда банк центр кредиттің мынадай требованиясы бар. Сіз өзіңіздің атыңыздағы немесе өзіңіздің таныстарыңыздың, туыстарыңыздың атындағы басқа үйді залогқа қоясыз. Осы без первоначальный взнос ипотекамен өзіңізге үй алу үшін. Осы жерден уже түсінікті болады. Сіздің атыңызда үй бар ма, жоқ па, не важно банк центр кредитке. Атыңызда 5 үй бар болса, 6-шы үйді осы ипотека без первоначальный взносы бойынша аласыз, егер шарттарына сәйкес келсеңіз. Атыңызда үй жоқ па, онда басқа туыстарыңызды егер келісімін берсе, жазбаша түрде олардың үйін залог ретінде қойып, банк центр кредитке өзіңіз баспана алуға мүмкіндігіңіз бар. Мынадай сұрақ туындауы мүмкін. Мысалға, менің ата-анамның үйі Орал қаласында, мен Алматыдан үй алғым келеді. Олай жасауға болады ма деп? Иә, болады. Сол Оралдағы үйді оценка жасап залогқа қояды, сіз жаңа үйді Алматыдан аласыз. Немесе ата-анаңыздың үйі Астанада болса, сіз Алматыдан үй алғыңыз келсе, дәл солай алуға болады. Яғни, мына жерде залогқа қойылатын баспананың қай қалада орналасқаны не важно. Сонымен қатар, сіз өзіңіз қай қаладан алатыныңыз, ол да маңызды емес. Қазақстанның түкпір-түкпірінен қалаған жерден алуға мүмкіндігіңіз бар. Залогқа қойылатын ата-анаңыздың, туысыңыздың, танысыңыздың үйіне қатысты мынадай маңызды шартты айта кетейін. Бұл үйдің жасы, яғни тұрғызылған уақытынан бері, үй салынған уақыттан бері 50 жылдан астам уақыт өтпеу керек. Яғни салынғанда примерно ары кетсе 50 жыл болу керек. Және әрине оған оценка жасайтын болады. Окей, залогты қойдық, первоначальный взносты төлемейтін болдық, үйді таңдадық, бәрі реттелді. Келесі сұрақ, менің төлем қабілетімді тексереді ме? Иә, сіздің төлем қабілетіңізді міндетті түрде тексереді. Оған қоса, бұл жерде пайызға назар аударайық. Мен енді кредитный специалистерді оқытатын болғанда, мен кредитный специалист курсында оқығандар сразу пайызды күтіп отырған болар. Өйткені оларға өте маңызды, біз тіпті тиімді кредит алудың жолдарын есептейміз арнайы калькулятормен. Осы банк центр кредиттің без первоначальный взнос ипотекасында пайыз негізі 17 деп көтерілген, яғни ол бастапқы пайыз, ставка вознаграждения. Ал ставка вознаграждения именно годовой выражениеде, яғни сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі ГЭС, қысқаша атауы, ол 18,7-ні құрайды, почти что 19% деп есептей беріңіздер. Нарықтағы ипотекалармен салыстырғанда бұл қымбат па? Иә, әлде қайда қымбат. 19% деген кәдімгідей қымбат. Енді бірге бір емес, одан да көп кетерінің барды өзге шығындарымен. Сондықтан, егер сіз маған осы тиімді, менің ата-анам қазір первоначальный взнос ретінде өзінің баспанасын береді, немесе ағам көмектеседі, немесе тәтем көмектеседі деп осыны алғыңыз келсе,
ол сізге қандай жағдайда выгодно болуы мүмкін? Қараңыз, біріншіден төлем қабілетіңізді есептеңіз. Өйткені ипотека бойынша баспананы, егер сіз ипотеканың кредитін примерно 3 айда төлей алмасаңыз, 3 айдан асқан кезде олар на залоговое имуществоны реализацияға жібереді, яғни сатып жіберуге құқығы болады, әрі қарай уже судебный әдіспен немесе внесудебный әдіспен да. Одан бөлек мына жерде уже түсініп отырсыз ғой, 15 жыл сіздің алатын пәтеріңіздің бағасына қарай уже пеня қосылады. Және сізде кредиттік тарих өте жақсы болу керек, мұнда ипотекаға одобрение алу үшін. Бұл жерде первоначальный взнос деген әңгімені мына жақтағы залогқа қойылатын басқа пәтер жауап тұрғанын түсініңіз. Ал басқа шарттары сол өзге ипотекаларға ұқсас. Тағы 19% деген әлдеқайда жоғары пайыз. Инфляциямен жабылып кетеді деп мен сіздерге кеңес беруіме болар еді, бірақ нарықтағы бағаны салыстырған кезде, сіздің жалақыңызды салыстырған кезде бұл әлдеқайда қымбат болуы мүмкін. Кімдерге тиімді болуы мүмкін? Ондай пайыз, где-то 10% адам бар шығар тиімді болады дейтінде. Егер сіз Алматыда немесе Астанада айына где-то бір кемі 350-400 мыңға пәтер жалдап жүрген болсаңыз, яғни сіз Алматының лакшери районында мықты керемет условиялармен өмір сүруге үйреніп қалдыңыз. Сіздің уровень жизни соны позволяет айына 400-450 мың теңгені просто арендаға төлеуге. Если это для вас норма, онда ол жерде сіз 400-450 мың теңгені просто арендаға төлеп отырғаннан гөрі мынаны оформить ету сізге әлдеқайда выгодно болады. Ал егер де сіз 60 мың теңгелік, 70 мың теңгелік времянкада тұратын болсаңыз, бұл для вас не выход. Демек сіздің жалақыңыз мұны төлеуге ешқандай первоначальный взноссыз деп прям қызып алып кетуге болмайды, мұны өйткені сіздің жалақыңыз, сіздің төлем қабілетіңіз оған сәйкес келмейді. Яғни банкте тексерген кезде зарплата жағынан бәрі сәйкес келуі мүмкін. Бірақ түсініп отырсыз ғой, 19%-мен оның ежемесячный платежі әлдеқайда жоғары болады, сәйкесінше сіз оны төлей алмағаныңыз мүмкін. Ежемесячный платежінің қанша болатыны сіздің сатып алатын баспанаңыздың суммасына байланысты болады. 25 миллионға аласыз ба, немесе 45 миллионның пәтерін аласыз ба, немесе 15 миллионның пәтерін аласыз ба. Осы орайда айта кетерім, достар, егер сіздің басыңызда ипотека уже бар болса, яғни ипотекаға уже баспана алған болсаңыз, немесе осы баспананы алуды жоспарлап отырсаңыз, ипотеканы тиімді жабудың жолын бірден үйреніп алыңыз. То есть ипотеканы алдыңыз ба? Даже алмай жатып, заранее ипотекадан қалай 25 миллион теңге үнемдеуге болатынын үйреніп алыңыз. Мен бұл туралы кредит туралы баршындық деген сабақта айтамын. Сабақтың бағасы өте қолжетімді, почти сутегін деп айтуға болады. Кредит туралы баршындық сабағына келіңіздер, ипотеканы тиімді жабуды үйреніңіздер. Сонымен қатар біз кредит туралы баршындық сабағында тікелей эфирде өткізіп, тікелей эфирде қатысқандарға бонус ретінде қанша? 7 ипотекалық программа туралы гайдты береміз. Яғни дәл қазір мен сіздерге первоначальный взнос төлемейтін бір ғана ипотекалық программаны прям егжей-тегжей түсіндіріп отырмын. Ал ана жерде сіз тікелей эфирде көріп, бонусқа 7 ипотекалық программа туралы гайдты тегін алып кетесіз. А гайдтың ішінде біз барлығын осылай жазғанбыз. Артықшылығы, кемшілігі деп, кімге артық, қандай кемшілігі бар, оның барлығын жазып қойғанбыз. Сондықтан кредит туралы баршындық сабағына келіңіздер. Ипотека туралы, кредит туралы білімдеріңізді арттырыңыздар. Сонымен қатар сіз Гүлмира Қарасай сияқты, яғни мен сияқты кредит бойынша барлығын білетін, кредит бойынша консультация беретін, банкротство, соттан тыс банкротство бойынша консультация беріп табыс тапқыңыз келсе, онда тоже кредит туралы баршындық сабағына келіңіз. Өйткені тереңдетілген кредитный специалист және банкротный специалист курстарына именно тікелей эфирде өтетін кредит туралы баршындық сабағында мен жеңілдік жасайтын боламын. Егер бұл ақпарат сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде YouTube каналға подписаться кнопкасын басамыз, өзге видеоларды көріңіздер және поделиться деп, дәл мына видеоның ссылкасын алып, ата-аналардың, мұғалімдердің, коллегалардың, туыстардың чаттарына жіберіп қойыңыздар. Өйткені шын мұқтаж адамдар болса және төлем қабілеті сай келетін болса, мүмкін дәл қазір осы программаны қолданып баспана алады және Гүлмира Қарасайдың кредит туралы баршындық сабағына келіп, қалай ипотекадан 25 миллион теңге үнемдеуді үйренеді и выгодно ақшасын үнемдейді. Кредит туралы баршындық эфиріне қатысу үшін төменде сілтеме WhatsApp көрсетілген, соған бірден жазыңыз.